Менің оқиғам 1-2 жыл бұрын кішкентай кезімде орын алды. Мен көптеген тәттілерді жедім, және де пайдалы тамақтарды мүлдем жемедім. Менің жегенім кола, чипсы және де шоколад. Менің анам маған пайдалы тамақтарды жесеңші деп айтатын, бірақ мен анамды тыңдамай тек қана тәтті тамақтарды жедім. Бір күні больницаға апарды, өйткені менің бір құлағым естімей қалды. Дәрігер мені тексере бастады және қолымнан қан алмақшы болды. Мен уколдан қатты қорқатынмын, бірақ шыдадым. Менің қолымнан қан аққанына қарап өте қатты қорықтым. Және де дәрігер келеді. Дәрігердің түрі бізге қорқынышты үрей тудырды. Және де мен диабет деген аурумен ауырып қалдым деп айтты. Менің анам қатты қорқып кетті. Ал мен диабет екенін білмедім. Бірақ мен тәтем сол аурумен ауыратын білдім. Енді маған күн сайын тамақ жегенде укол егетін болады. Әрдайым укол егіп қанымды тексеріп отыру керек. Ал мен уколдан қатты қорқамын. Не істерімді білмеймін. Бірақ басқа амал жоқ. Сондықтан маған укол егеді. Мен не істерімді білмей жай ғана жылап қалдым. Мен емделуге мүлдем қарсы емеспін, бірақ мен уколдан қатты қорқамын. Және де бір жаманы, мен тамақ жеген сайын маған укол егу керек. Бұл ең жаманы. Және де мен тамақ жегенде мен өзіме укол салам. Бәрі маған қарап, мә, бұл өзіне укол салып жатыр. Укол не деп айтады. Маған бұл жаман естіледі. Және мен тәтті жегенде анам оны алып алып, одан да көкөніс, пайдалы тамақтар же деп айтады. Мен бұны ұнатпадым. Енді мен тәттілермен қоштасамын, өйткені мен диабет ауруымен ауырамын. Енді мен не істерімді білмеймін. Енді пайдалы тамақтарды жеп укол егетін. Енді укол егіп өз қанымды күн сайын тексеремін. Достар, мен сіздерге ең бастысы айтқым келетінім, ол өз отбасыңызды тыңдаңыздар және көп тәттілер жемеңіздер. Өз денсаулықтарыңызды бағалаңыздар. Әрдайым тексеріліп жүріңіздер. Өйткені денсаулық бірінші орында болу керек. Денсаулық болмаса ештеңе болмайды. Өз денсаулықтарыңыз бен отбасыларыңызды бағалап жүріңіздер. Сіздермен болған Ермек Pictures арнасы. Келесі видеода кездескенше.